Сәби бала қайтыс болатын болса, тікелей жәннатқа кіреді деген. Яғни сұрақ жауапсыз олар тікелей жәннатқа кіреді. Хадисте келеді, балиғат жасына толмаған бала қайтыс болатын болса, олар жәннатта балық секілді қозғалыста болады дейді. Және де ата-анасының етегінен ұстап, осы ата-анам жәннатқа кірмейінше, мен де жәннатқа кірмеймін деп шапағатшы етеді дейді. Ойлаңызшы, сәби бала қайтыс болатын болса, олар туған туысқандарына, ата-анасына шапағатшы болады. Сондықтан да осы сәби балалар қайтыс болған ата-аналарға Алла сабыр берсін. Біз мысалы кішкентай бала қайтыс болғанда да шапағатшы болсын деп тілек айтуымыздың мәнісі осында. Баласы қайтыс болған ата-аналардың балалары қияметте ата-анасына шапағатшы болсын.